Сіздер көралмаушылық деген нәрседен сақ болыңыздар. Өйткені құрғақ отынды лаулап тұрған от қалай өртеп жоқ етсе, көралмаушылық та жақсы амалдарды солай жойып жібереді. Кейбір адамдардың жүректерінде көралмаушылық деген жаман қасиет бар. Бұл шариғатымызда қайтарылған жаман амалдардың бірі. Өйткені көралмаушылықтың артында мынандай жаман нәрселер бар. Жалпы біздер тағдырға иман келтіруге бұйырылған мұсылмандармыз. Тағдырға иман келтіру парыз. Осы жерде өзіңіздің тағдырыңызға иман келтіріп, соны мақұлдап разы болуыңызбен бірге, басқа біреудің де тағдырына разы болып, Алла Субхана Тағаланың ол кісіге беріп жатқан, жеткізіп жатқан нәрселеріне сізде мақұлдап, разылықпен қарауыңыз қажет болады. Ал енді біреуге көралмаушылық жасасаңыз, онда сіз құтты бір Алла Субхана Тағаланың істеп жатқан ісіне, біреуге жеткізіп жатқан жақсылық амалдарына қарсы тұрып, қарсылық білдіріп жатқанмен бірдей дейді ғұламаларымыз. Осы жағынан бұл харам амалға жатады екен. Екінші, көралмаушылықтың артында тұрған жамандықтар, бір пендені көре алмаса, демек оны ұнатпай бастайды. Және ұнатпаған пендесін оның қаламаған нығметінің артынан жаман сөздер, ғибаттар айтады. Тіпті дұшпандыққа ұласып, қастандыққа, жолын байлауға, дұғалауға, сиқырлауға деген сияқты жамандықтардың есігін ашады екен. Сондықтан бұл хасад, көралмаушылық деген нәрсені шариғатымыз харам етті. Ал енді осы көралмаушылық дегеннің түпкі мағынасы не екен? Алла Субхана Тағаланың бір пенделерге берген нығметін, дүниеден болсын, перзенттік болсын, атақ абыройлық қызметтік болсын, осы нәрселерді көре алмай, осы нығметтің соның бойынан кетуін қалап жүрген пендені көралмаушы хасид пенде деп атайды екен. Енді осы бойымызда көралмаушылық бар ма, жоқ па, соны аңғару үшін әр пенде қасындағы, айналасындағы адамдарға Алла Субхана Тағала бір жақсылық, нығмет жеткізіп жатса, өзінің ішкі жан дүниесін тыңдау керек екен. Егерде бойыңызда